Қазақ дубляжының болашағы жарқын ба? Ол бізге ғана байланысты. Бізге дегенде дубляж істеп жүрген адамдарға емес, көрерменге ғана байланысты. Көрермен орысшаны таңдай беретін болса, дубляждың болашағы болмайды. Кім үшін жасалып жатқаны түсініксіз. Кинотеатрға барғанда көрермен қай тілде таңдайды екен көруді, фильмді. Ол орыс тілін таңдауы мүмкін, қазақ тілін таңдауы мүмкін. Тек орысша сөйлеп тұрса адам, әрине ол өзіне түсінікті болу үшін орысшасын таңдайды. Қазақ тілінде ғана сөйлейтін адамдардың өзі сөйте тұра. Тек қазақша сөйлейтін адамдардың өздері кинотеатрға барып орысшасын таңдайды. Сол кішкене өкінішті. Соның кесірінен осы жалпы дубляждың барлығы не үшін жасалып жатыр деген ой туады. Мұның барлығы көрермен үшін, көрерменіміз үшін жасалып жатыр. Сондықтан болашағы бола ма, болмай ма, оның барлығы тек біздің көрерменнің қолында. Көрермен таңдаса, тек қазақшаны көруге қызықса, сонда біздің жұмыс бекер болмайды.